Қазір сіздер 2012 жылы шыққан қорқынышты Смайли фильмінің қысқаша шоуын көресіздер. Жас қыз күтуші болып жұмыс істейді, және ол қыз жердің түкпір-түкпірінен келген адамдар отыратын онлайн чатта сөйлесуді ұнатады. Күтуші қызға бұндай сайттарды пайдаланбауға кеңес береді, өйткені Смайли деген адам өлтіруші өлтіруі мүмкін. Ол үшін сізге қарама-қарсы отқан адам онлайн чаттағы адам күлкі үшін деп жазуы керек. Қыз әрине мұндай өтірік сөзге сенбейді. Үйіне келіп бейнетаспаға жақынырақ танысуға бел буады. Онда ол сөйлесе бастаған адам жігітке тыйым салынған сөзді чатқа жазады да, кенеттен қыздың артынан Смайли шығып қызды өлтіреді. Эшли атты қызға ата-анасына студенттер қалашығына барады да, ол әкесімен қоштасып, бәрі жақсы болатынына уәде етеді. Кейін ол Прокси есімді бөлмедегі көршісімен танысады. Қыз Эшлиге бүгін көңілді кеш болатынын айтып, оған көңіл көтеруге баруды ұсынады. Эшли, Зейн, Марк есімді және де басқа студенттермен танысады. Кейін ол Бендри есімді жігітке назар аударады. Олар әңгімесін Зейн үзеді де, ол Бендриді мазақ ете бастайды. Оны келемежде ботантик деп атады. Тіпті оны сауық кештеде қуып жібереді. Прокси құрбысына жігітті тоқылдақ болғаны үшін жақтырмайтынын айтады. Кейін достары видеочатқа кіріп, әзір үшін күтуші болып жұмыс істейтін қызды кездестіреді. Олар мұны күлкі үшін жасадым деген сөзді чатқа жазады да, қызды өлтіреді. Мұны көрген Эшли мазасызданып қалады. Бірақ Прокси кештің ақымақ күлкі үшін екенін айтып тыныштандыруға тырысады. Өткізілген кештен кейін Эшли профессор мен Клейтонның алғашқы сабағына кешігіп қалады. Даристер қыз өзінің ақыл-ой қабілеттерін көрсетеді. Ал сабақтан кейін кешігіп қалған үшін кешірім сұрап және Панди алдын ала үйреніп жақсы дайындалу үшін оған алдаған семестрге тапсырма беруін сұрайды. Клейтон Эшли оқуға деген ынтасын мақтайды. Бірақ колледжде демалудың да маңызы зор екенін жеткізеді. Эшли үйіне оралады да Проксимен бірге сәтеп өткен кешті тақылайды. Прокси құрбысына Смайли компаниясының жігітті өлтіріп жатқан видеосын көрсетеді. Эшли мұның әзілге ұқсамайтынын және полицияға хабарласу керегін жеткізеді. Прокси оларға ешкім сенбейтінін айтады. Дене өлігі жоқ, демек қылмыс та жоқ. Бірақ бұдан былай жігіттің өзін ешкімге көрмеген. Қыздар мұның жай ғана ақымақ күлкі екенін айтып, содан соң бұл теорияны видеочат арқылы тексеруге шешім қабылдайды. Олар бейтаныс құрбандарын таңдап шешінуді сұрағанда, жігіт тап болған олар сол тыйым салынған сөзді видеочатқа жазуы шешім қабылдайды. Бірнеше секундтан кейін Смайли пайда болып бейтаныс адамды өлтіреді. Эшли болған оқиғаға өзін қиналай бастайды. Мен кінәлі. Бірақ Прокси құрбысын тыныштандырып, болған оқиғаны ешкімге айтпауға көндіреді. Келесі күні қыз өзін күнәлі сезініп жүр. Ол кітапханаға барып, Берндидің кездесін онымен танысып, жаман ойлардан құтылады. Эшли үйіне кетіп қалғанда Прокси тағы да кешке баруға келіседі. Оны да Эшли, Зейн де Смайли олардың досын өлтірген бейне жайлы сұрайды. Жігіттер оған жауап беретінде күліп оған бәрін жай ғана ойын екенін айтады. Бірақ кейін сол кезден бастап мұны көрмеген. Сонан соң Зейн қызды бір шетке апарып, болған оқиға туралы не білетінін анықтауға тырысады. Бұл қызды тыйым салынған сөзді бейнечатқа жазуға тырыстың ба деп сұрайды. Қорыққан Эшли өлтірген жоқ дейді. Бірақ Зейн сол сөзді өзіне жазғанның соның салдарынан дос баласының қаза тапқанын мойындайды. Жігіт мұның әзіл қалжың емес екенін, шынында орын алып жатқан нәрсе екенін түсіндіреді. Эшли мас күйінде кешті тастап үйіне барар жолда қорыққан қызға Смайли шабуыл жасайды. Қыз үйіне жетіп үлгерді. Бірақ оның таңқылауына орай Смайли іште болып оны ұстап алуға тырысады. Демек Эшли өзінің бөлмесіне шошып оянады. Оқиға Прокси келеді. Эшли Смайли оны өлтіргісі келгенін жеткізеді. Бірақ Прокси жауап ретінде күліп, оның жай ғана түс көргенін айтады. Келесі күні Эшли психикалыққа барып, өзіне дәрі жазып алады. Кейін құрбысы Проксимен бірге тек студенттер ғана өте талантты хакер болып шыққан балаға барады. Жігіт қазір кезде танымсыз және мазасыз, оны қазіргі кезде Смайли мазалайды, себебі ол жатқа сол сөзді жазған өлтіреді. Дегенмен Зейн мистикаға жоққа шығарып, олар құрылыстырып, бірақ Смайлидің жын екенін Эшлидің сөзіне құлақ асты. Эшли сабақта отқанда оның дәптерінен Смайлидің суретін тапты. Сабақтан кейін ол профессор мен мистикалық құбылыстар туралы сөйлесуге тырысады. Бірақ профессор бір жерге асығып кететін болды. Эшли қайтада кітапханаға барады. Кенеттен Бендер оны қорқытып жібереді. Қыз жігітке оның жазықсыз адам өлтіргенін айтады. Бірақ Бендер де онлайн чатқа тыйым салынған сөзді жазғанын
көргенін айтады және ешнәрсе болмаған жеткізеді. Эшли оған бейтаныс адамға шынайы түрде өлім тілеу керегін айтады. Кешке Эшли онлайн чатта отырып кенеттен Смайлиден көреді. Ол кезде Прокси пайда болып құрбысынан осы тақырыпты тереңдетіп тексеруге тыйым салады. Бірақ Эшли Смайли туралы ойларды тоқтата алмады. Кейін ол Смайлидің дауысын еститіндей болатын. Уақыт өте келсе, Смайли шынайы екенін сене бастайды. Содан соң осы полицияға барады. Бірақ ол офицерлер шекері қатып күледі. Олар оған ешкім жоқ екенін жеткізеді. Олар оған психолог керек деп айтады. Біраз уақыттан соң Эшли Бендермен кездеседі. Жігіт оған ескі ноутбугын береді. Эшли рахмет ретінде оны сүйеді. Содан соң Прокси келіп, барлық болып жатқан оқиғада демалу үшін ауылға баратынын айтады. Эшли қыз үшін қуанады да қызға жақсы сапар тілейді. Сол түні Прокси бейтаныс шығып Зейн қоңырауға жауап бермейтінін айтады. Алдымен олардың ойынша жігіт басқа қызбен бірге болуы мүмкін деген қорытындыға келеді. Бірақ кейін Прокси Смайли оған қол жеткізіп өлтіре алады деп уайымдайды. Эшли қызды таныстырып, оның үйіне барады, уәде береді. Қыз Зейн үйіне жетіп, есікті жабылмаған көреді. Қыз үйге кіріп, біраз уақыттан соң Зейннің өлі денесін көреді. Компьютердің экранында Смайли пайда болып, қолын сүртеді. Эшли мониторларды сындырып, тапаншаны алып үйіне қарай оралады. Жолда Смайли туралы айтқан офицерге қоңырау шалып сөйлей бергенде, оған сен жындысың деп айтады. Телді қоя салады. Эшли үйге жетіп құрбысына жігіттің өлгенін айтады. Қыз 911-ге звондау хабарласуды айтады. Бірақ Эшли қызға мен мұны күлкі үшін істедім деген сөзді жазуды талап етеді. Бірнеше секундтан кейін есікке біреу келіп, оны аша бастайды. Эшли есікке тапанша тақап, есік ашылғанда оны атады. Бейтаныс адам жерге құлады. Бірақ Эшли барып атып тастаған белгілі болды. Қыз жігітке көмектесті. Келді, бірақ кенеттен Смайли пайда болады. Эшли қайта үйге кіріп, өз бөлмесіне тығылады. Артынан Смайли шығып, ол оған айтайын деп атқанда тапаншада оқ бітіп қалған екен. Сөйтсе бөлмеге Смайли толады. Содан соң Эшли қашатын жер жоқ екенін түсініп, перизеден секіріп, жерге құлап, мойнын сындырып өледі. Кенеттен Смайлидің бәрін беттерін шешсе, оның ішінде өзінің достары көреді. Соның ішінде күтуші бар. Және қыздар жазықсыз өлтірген бейтаныс жігітте болды. Кейін олар тарала бастайды. Бірақ Зейн қалып Проксимен төлеседі. Сол кезде қыздың ары қоянып, оны не үшін істедіңдер деп сұрайды. Кейін жігіт қалжыңдап, мен мұны күлкі үшін жасадым деген жазады. Кенеттен Смайли қыздың артынан шығып, оны шынымен өлтіреді. Содан соң қолын Зейнге сілтеп, ноутбукты жабады. Сонымен кино бітті. Осымен кино ұнаса лайк басып тіркеліп қойыңыздар. Біз сіздермен боламыз. Ары қарай.